эфирде ұшқын жастар бағдарламасы. Астана уақыты 20 сағат 6 минутты көрсетуде тікелей эфирде ұшқын жастар бағдарламасы. Бүгін қазан айының 10 жұлдызы күн жұма. Лирикалық жырлардың тонығына бойлап, абзалдық әліппе беттерін парақтап, поэзия әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Микрофон алдында мен Дария Сағындыққызы, ал дыбысын қадағалап сізбенен бізді байланыстыратын әріптесім Ерлан Қуанышбекұлы. Бүгінгі студиямыздың мейманы ақын Казайтс.kz сайтының бас редакторы Ұларбек Нұрғалымұлы қатысып отыр. Ақынға қояр сауалдарыңыз болса, 55-33-66 телефон номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Ұларбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен бірінші сауалымызды осы сіз редакторлық етіп отырған Казайтс.kz сайтының ісімен таныссақ. Қандай мақсатпен құрылды бұндай сайт? Біріншіден, бұл мақсат деген осымны Шалқар радиосы деген сияқты, Қазақ радиосы, Қазақстан телеарнасы қандай бір осы мемлекетке, ұлтқа, тәуелсіздікке қызмет етіп жатқан қандай бір іс-шаралар болсын, қандай бір мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер болсын, тура сол секілді біздің де мақсатымыз осы елге, тәуелсіздікке, ұлтқа қызмет ету. Оның ішінде сала, әрбір саласы бар, айтысы бар, ұлттық тағы да басқа құндылықтар бар деген дейін. Бұл Мейіржан Әлібеков деген өзі айтыс ақыны, жігіт алғашында жастарды, жас ақындарды айтыстырып, облыстарды, ақындарды бір-біріне команда қылып деген сияқты жәдігер жастар деген бір жобамен айтыс өткізіп жүрді. Сол айтыс барысында осының бір сайт ашылса, енді қазір өйткені көп нәрсе ғаламтормен байланысты, кез келген өнерде тікелей ол жаңағы телеарнадан көрінер, немесе басқа радиодан тыңдалар, бірақ мынау сайттың енді орны қазіргі кезде бөлек болып тұр ғой. Соған байланысты, өзі қажетке байланысты, шын айтқан кезде кейінгі жылдары, осында бір жылдың алдында арғы жылдары айтыс телеарнаға да шықпай кеткен көп уақыт. Сөйтіп ақындарды жұрт сахнадан алыстан бір көргеніменен, сон теледидардан айтысын тыңдағаныменен, мына жеке өмірін, әсіресе мына әнші, күйші, бишілердің енді жарнамасы да, олардың қатысатын телеарнадағы бағдарламалар да көп қой. Жеке өмірлерінде халық білгісі келген нәрселерін біліп отырады. Ал ақындар қанша теледидардан көрініп жүр дегенменен, олардың халықтың ақындарға сусыны, немесе жаңағы құмары, немесе оларға деген енді ізденісі таусылған емес, азайған емес. Сондықтан қазір енді мысалы ақынға сұрақ деген айдар болса сайтымызда, соған ақындармен тікелей сұрақтар қойып, соған сауал алып деген сияқты. Қысқасы, осы ақындарды, айтыс өнерін сайт арқылы жарнамалау, немесе жарнамалау дегеннен көрі жеткізу деп айтқан дұрыс шығар. Солардың қарапайым өзі ақындар, сол айтыскер ақындар бар ғой, қарапайым сөзбен, қара сөз бар ғой, кәдімгі сіз екеуміз сөйлесіп отырған сияқты сөзді айтса, халыққа сол қызық екен, қызық болғанда. Өтімдірек дейсіз? Өтімдірек емес, ол ылғи да сақаға шығады, өлеңін айта түседі ғой. Олардың ана қара сөз айтқанның өзі бір қызық екен. Сол сияқты нәрселер. Енді бұның мақсаттары онды сала бойынша мынандай айдарлар бар, оның осындай мақсаттары бар деген сияқты нәрселер көп енді сайттың ішінде. Сайт тек қана айтыс туралы ғана жаза ма, әлде басқа да бөлімдері бар ма? Бұл айтыс дегеннің араласпайтын жері жоқ өзі. Айтыс кейінгі кезде еліміздегі әлеуметтік мәселелер бар, халықтың көкейінде жүрген дүниелер бар, өзі көп деген мәселелерге кіріседі, соны айтады. Сол айтыс араласқан жерге енді сайтта араласады. Әлеуметтік мәселелер болсын, рухани жақтағы жетістіктер болсын, немесе кемшіліктер болсын деген сияқты. Сөйтіп ақындар тіптен болып жатқан мәселелерді, кейбір мәселелерді сайттан оқитын болса да, енді басқа да сайттар көп қой. Дегенмен кейбір нәрсеге тікелей ақындар айтса бірдеңені сөзбен де, мысалы өткенде мысалы Мұхтар
Ниязов деген ақынға мына шетелдегі қазақтар жайында өзі ауылында тұрып мына жерге келіңдерші деп кәдімгі бір 5 минуттық жаңағы ролик секілді неғып жіберші деп сөйтіп айтқызып жатыр. Мысалы сол секілді нәрселер болсын, көптеген салалары бар бұның. Бір ғана айтыстың өзі бұрыннан келе жатқан арғы несіне қарайтын болсақ, өзі қай кезде әлеуметтік мәселелер болмай тұрмаған ғой қандай қоғамда. Сонда тіпті бұрын ешкіменен қойшының айтысы деген болады. Соны енді ешкімен қойшы еш уақытта айтыспайды ғой, оны бір адам жазады. Неге жазады оны? Оны мысалы адамдардың жүрегіндегі арман тілегі ретінде соны айтыс деген формаға салып соны жеткізеді да қысқасы. Мысалы бай деген бай мен кедейдің айтысы деген бар. Кедей айтады, сен бүкіл мен немді жаңағы еңбегімді жеп, мені жаңағы қанадың қыр арқасы жаураттай шаршаттың деген сияқты. Соған бай айтады өзінің уәжін. Сен енді жаңағы тақыр тоқтысы жоқ кедейдің, оған қарағанда күнің қазір жақсы, қайта жаңағы осы күнің риза болмайсың ба деген сияқты. Оған кедей айтады, сен бай малды өзім еңбек етіп, мен секілді еңбек етіп таптың деп отырсың ба, Алланың берген дүниесі емес пе деген сияқты. Сөйтіп оның барлығы сол кездегі тіршіліктерді ана кедейдің де көңіліндегісін ақтарады. Сосын ол оған бай уәжін айтады, оған кедей уәжін айтады. Сөйтіп бір екеуінің ортасынан бір жаңағы ақиқатын шығарып, кәдімгідей сол жұрттың арман тілегі ретінде бір-біріне жеткізіліп отыратын формалар ғой бұл. Сол сияқты бізде тура осы үлгіде алдық та, мысалы оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахмет жаңа жылдан бұрын, тәуелсіздік мерекесінен бұрын еш уақытта шырша көшеге қойылмасын деп бұйрық берген еді. Сол кезде солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан облысының әкімі мысалы Бердібек Сапарбаев Аяз атаның резиденциясын саламыз деп сөйтіп айтты. Соған байланысты біз екі әкімнің айтысын жасадық. Жазып айтыс деген. Ойау, бекау, бұның өзіне деп Асқар Мырзахметов шығады. Сосын ол саясаттың саңғырлы бір деңгесі, анау мынауысымен солай шығады. Әйтеуір бір шешімдер шығады аяғында деген сияқты. Бұл шығармашылық кәдімгі, бұл журналистика, шын айтқан кезде, бір айтқанда айтыс формасындағы журналистика деп айтуға да болады. Әр салаға біз. Кейбіреулер енді айтты, біреудің атынан айтыс жазып деген сияқты кейбір нәрселер болады, бірақ бола берсін, ол әртүрлі форма болды. Қазір сайт өзінің межелі мақсатына жетіп отыр ма? Оқырмандары қалай, сапалы контенттер бар ма ішінде жазбалары? Бұнда жаңағы ақынға сұрақты айттым. Жаңағы бұрын көп ретте кездеспеген ақындар мысалы жазба айтыс, қат айтыс түрінде жазысқан. Бұрынғы біздің жырауларымыз, кейінгі ақындарымыздың көбісінде жазба айтыс түрінде айтыстар қалған ғой. Сол секілді жазба айтыстар ұйымдастырылды. Бұнда енді бір айта кететін дүние, өлеңге әркімнің ақ барталасы дейтін жоба бар. Жыл басынан жүріліп жатыр, күнде жеңімпаз анықтап отырмыз. Бұнда 4 сөз беріледі. Бұндағы мақсат, негізгі мақсат енді. Мына Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деп. Негізі сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деген, бұл сөзі тікелей болмысқа қатысты ғой адамның. Біздің сөздер бойымыздан күн санап адамның бойында мыңдаған клеткалар өледі ғой күніне. Сол секілді бізде күндеп, жылдап, айлап қазақтың сөздері өліп жатыр. Өлгенде ол жоғалып кетпейді, намыс деген сөз бар, бірақ намыстың басқа түрі де. Біреу бокстан ананы жеңбеді, сол намыс сол күйінде қалып қалды. Әйтпесе ерді намыс өлтіреді дейтін, біреудің қарындасы қашып кетті, біреудің жаңағы жары әйелі жат төсекке барыпты деген сияқты нәрселер, ол үлкен намыс деген сол еді. Ол деген шекені қыздырып, қанды қайнатып, қамшыны ойнатып жіберетін дүниелер болады. Біз ол намыс деген сөз бойымыздан жоғала бастағаннан кейін сөз өліп жатыр ғой. Біз ол сөздің мән мағынасына бармағаннан кейін сол сөздердің бойымыздағы болмыстан кәдімгідей ажырап, тек қана қарым қатынас құралы ретінде қалып жатқан дүниелер бар. Біз осы қазақтың сөзіне қаншалықты жақындасақ, біз қазақтың өзіне жақындаймыз. Сондықтан мына 4 сөзді беріп отырғанда бізге көптеген нелер түседі, мына сөздің мағынасы қандай дейді. Кәдімгі қолданыстағы сөздердің өзін кішкене сәл құбылтып берсең, балалар түсінбей жатыр, жастар. Күнде өлең жазады, 40, 50-ден, 30-дан, 10-нан өлеңдер түседі. Оған ең бастысы не? Ең бастысы оған
күнде бір ақын немесе жазушы сараптама жазады. Осы жеңімпазды болды деп. Сонда сараптама жазғанда күнделікті жеңімпаз күнде анықталып отырады. Күнде бір ақынды, бір жазушыны осы анықтайды деп қоямыз. Сонда жастарға бұл ең бастысы мына буын сабақтастығы деген болады. Кезіндегі ана ғабиттер жазған сөздерді қазіргі балалар көп түсінбейді ғой. Ортасындағылар, одан кейінгі буын келеді. Көбі түсінбейді, шынын айтқан кезде. Мен мына сөздерді бергеннен кейін айтып отырмын. Мен дәлелдер көп, бірақ оның бәрін айтып отырған уақыт жоқ. Сөйтіп, мына сараптама мақала жазған кезде мына сөзді дұрыс қолданбадың. Мына сөз былай. Әй, мынау түйеге қолданатын бұйда дегенді сен сиырға қолданып тұрсың ғой. Жылқыға қолданатын ноқта деген сөзді ешкіге қолданып тұрсың ғой деген сияқты нәрсені айтады да. Сол кезде, мынау мынандай екен, содан тәрбиеленеді дейсіз ғой. Біз сөзді тірілсек, сөз ең алдымен біз бойымызда тірілу керек. Намыс деген сөз, ар деген сөз, махаббат деген сөз мысалы. Қандай сөз ол біз бойымызда тірілмей, ол өлі сөз. Ол жаңағы өлі балық секілді суда ағып жүрген сөздер. Әйтпесе мағынасына бойлайтын болсақ, оның мәнін білетін болсақ, біз қазақтың жанына жақындаймыз. Енді Ұларбек аға, сіз кино драматургия саласында оқып білім алғансыз. Және бір сұхбатыңызда бүгінгі қазақ киносында ұлттық болмыс кемшін жатыр деген пікір қалдырыпсыз. Мұның астарында не айтқыңыз келді сіздің? Осы бәрі ұлттық болмыс дегеннен шығады. Жаңа сөздеріміздің заңды кәдімгідей жалғасы болып жатыр да. Осы сөзге де байланысты біз ұлттық болмысымыздан біраз ажырап қалғанымыздың өзі сөздерімізден қыздың жолы жіңішке, сіз алыңыз шайды деп сөйтіп отырамыз ғой әдетте. Ол қыздың жолы жіңішке деген қыздың жолы тар. Сен жаңағы шалқақтамай, алшаңдамай, немесе қиыс сөйлемей, қиямпұрыс іс-әрекет қылмай, тұрыстап жүр деген сөз ғой мысалы. Оны біз қыздың жолы жіңішке сен сөйле деп, оған алдынан мысалы, қалай ол екеуі қабыспайды мысалы. Біз абай айтады ғой, жұртымай, шалқақтамай, сөзге түсін, ойлашы, сыртын қойып сөздің ішін дейді. Сол біздің сөздің ішінен алыстап кеттік. Содан кейін де бұл болмысқа әсер етті. Болмыстан кейін ол тікелей қай бір кинодан болсын, театрдан болсын, қай жағына көріне береді ол. Біз қазақша сериалдар қойсақ, айтып жатады, жұрттың барлығы айтады деп айтсам болатын шығар. Қазақтар ойнаған жаңа сериалдар, актерлар бір шынайы емес деген сияқты сөздер шығады. Көп ойлап, көп әңгімелесіп, анаумен мынаумен сөйлесіп жүргендегі сондағы бір тапқаным менің. Негізі біз өмірде сондай екенбіз. Өмірде біз не қазақ емес, не орыс емес, өзіміздің табиғатымыздан ажырап, мына табиғатқа толық кірмеген, осы орталықта екенбіз де біз көп жағдайда. Ол кинодан көрініс таппау мүмкін емес. Өзінің болмысынан ажыраған адам кез келген жағдайда сол образды ол қазақ болып ойнағысы келеді. Қазақтың киносы болғаннан, қазақтың сериалы болғаннан кейін. Ойнағысы келсе шынайы шықпайды ол. Шыға алмайды. Басқалардың көбінің жаңағы рөлдері орыс қазақша шығып атқаны, қазақша емес, шынайы шығып атқаны, ол сол өздерінің болмысына байланысты. Біздегі жалпы жағдай, жалпы ұлттың болмысында енді Құдайға шүкір ғой, мен жай бұның бәрін бір жаңа айқай көтерейін деп айтып отырған мәселе емес, шындығы да солай. Осылай бір тура нелеріне қарап айтылмаса, ол маймен күліп кете берсе ешқандай мәселе шешілмейді ғой, ең алдымен себебін анықтап деген секілді. Біреу айтады, мен сенбеймін дейді ана Бекежанның 300 келіп, жаңа 3 найзаны шаншып, Бекежанның жаңағы мойнынан айқастырып жеп болатын еді ғой. Сонда Бекежан отырып қалады. Сонда бір балалар айтып отыр. Олар кино тануды бітіріп университеттен, академиядан. Енді сол киноның жұмысына кіріскелі отырған адам бар ғой. Солар айтады. Сон мынау не дейді да, мынау сенбеймін мынаған. Сонда 3 найзаны Бекежан көтеріп тұра алмай ма, тұрып кете бермей ме дейді. Олар солай түсінеді. Ал ар жазасы бар жазадан ауыр нәрсе деп Мұхтар Әуезов түсіндірген дүниені, ол 300-дің атынан 3 би келіп, 3 найза қадап жан-жағынан, ол тірідей өлетін сұмдық қой ол. Соны ол көтеріп тұрып кетпейме дейді. Ол қай көтереді? Ол менің ұғымыма сыймайды. Ол қазақтың ұғымына сыймайды оны көтеру деген. Бірақ оған сенбейміз ғой дейді балалар.
Сонда біздің көп нәрсені материалдық жақтан өте қалай айтсақ болады, өте жалаңаш ойлайтындықтан. Оны кім түзету керек? Кім түзелу керек сонда? Оны Абай айтады ғой, сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел. Ең алдымен сөз түзелу керек. Сөз түзелетін адам, сөз түзелу деген сөз сөйлеп жүрген, жұрттың алдына шығып сөйлеп жүрген дариға, сіз, басқа кім енді? Сол адамдарда сол сөз түзелсе, ең алдымен ол бұл бір ғана біреулер шығып менің сөзім түзелді, сендер түзеліңдер дейтін нәрсе емес. Бұл жалпы елдің ішінен, жалпы қоғамның өзі, қоғам үлкен теңіз бар ғой, әрбір бетіндегі толқынның өзі 1000 метр төмен астындағы үлкен буырқанып жатқан неден шығып тұрады ғой. Сонда кез келген оның көрінісі, сөз түзелудің көрінісі, сол айтып жатқан сөзіңді сен дұрыстап айт дейтін адамдар шығады елдің ішінен. Сіз осы салалардан бөлек ақынсыз. Сіздің жырларыңыз көбіне қандай? Тек қана ұлттық болмыста ғана жырлана ма? Ұлттық болмыс. Бұл негізі ұлттық болмыс дегенде адам болмыс ғой, жаңағы негізі әсіресе поэзия бір шынайы болмаса жұртты иландырмай, жұртты сендіре алмай қалатын жағдайы бар. Поэзияның өзі бір кемшілігі де сол, артықшылығы да сол. Шынайылығы да. Мақаланы немесе басқа дүниелерді парасатпен, ақылмен, бір жиған тергеніңмен, көшіргеніңмен біреудің әйтеуір логикаға салып, қисындырып, сендіріп сөйтіп жіберуің мүмкін. Бірақ поэзия оған көнбейді. Енді өзім өлеңдеріммен бірақ нәрсені түсіндім. Мықты ғалым үйретілетін шығар ғылым арқылы, мықты жазу үшін тәрбиелеуге болады, мықты драматургты да тәрбиелеуге болады. Бірақ ақын туады. Ақын болып туады екен өзі. Қай бір керемет бір журналистер бар. Соған 4 ауыз өлең жаз десең, соның 4 аяқ 4 жаққа қарап тұрады да, соның қызығы. Өлең жазамайды. Енді ұйқасты да біледі, өлең құрылысын оқыған. Құраса да тамақтан өтпейтін тұтқыр бір дүние секілді болып тұрады да. Енді ақын деген ол туған, ақынның бір ерекшелігі кішкентай ұшқыннан жалынға ұлатады. Ол сіздің ұшқын бағдарламаңыз секілді. Ұшқынды көреді, соны жарқ еткізіп жалынға айландырып жібереді. Әрі оны сондай тез уақытта немесе кең уақытта толғай жүріп, ішінен кең толғай жүріп осылай шығарады. Мен өлеңдерім көбінде табиғатқа өте жақындау болады. Өйткені мен анау айыр өркеш атанға қолқаға салған қоспақ тарқанның астына жаңа түйенің төсіне лақтырып шөгеріп, оның біреуін қомға жіберіп, бір арқанды шомға жіберіп, бір арқанды жүк артатын қып деген сияқты сондай жайлауда, сондай ортада үстін. Қызық болғанда мен өзі 18 ғасырдан келген қазақпын деп өзімді ойлаймын, шын айтқан кезде. Арада бір ғасыр жоқ, аттап кеткем. Өйткені сондай 18 ғасырда болған жағдайлар біздің басымызда болды. Көшпенді, көшіп, жаңағы тайыншаға мініп, кебежеге, түйеге көшкен кезде 10 шақты бала мінетін көлік жоқ. Түйенің екі жағына кебежеге екеуміз отырып, қолымызда 2 тоқашымыз бар. Көшкенбіз. Көш деген салтанат екенін кейін білдім. Бір не қалыпты, содан жұқана қалыпты. Көш деген бұрын біз енді ойлаймыз ғой, көш қонып тозып жүреді деп, иә. Олай емес екен, ол салтанат екен көш. Енді Қыз жібектің несінде көрдік қой, шет жағасын фильмінде. Сонда әндетіп, иә, бізге бір киім әкеледі. Киім әкеледі, сонда сосын оны үйге қойып қояды. Біз әкелген киімді өзіміз жыртық жамау болып жүрген балалар базардан киім әкелген кезде кигің келеді ғой, жарқырап шыққың келіп, көршіге жүгіріп барғың келіп сөйтіп тұрған кезде көшкенде киесіңдер дейді. Көшкенде киесіңдер. Ең әдемі киімді көшкенде киеді да сонда. Ол көштің ар жағында салтанат болғандығының белгісі да. Адамдардың несінде қалып қойған, менің әке-шешелерімнің несінде қалып қойған. Олар үшін бір мерекесі ме? Қазір көшкенде жаңа киіміңді кием десең күледі ғой. Кім түсінеді оны? Жаңа киім көшкенде жындысың ба? Бір женси ма, тозған бірдеңені киесің көшкен кезде. Енді біздің қаладағы көшу салтанат емес қой. Сонда біздің ондай салтанаттарымыз енді қазір жоқ қой. Енді оны армандап аңсайтын да дүние емес, бірақ менің өлеңдерім соған жақын келеді.
қысқасы. Сол өлеңдеріңнің бірін тыңдасақ бола ма аға? Жарайды, мынау сол жайлау туралы. Жазғы түн жайлау дейді. Сол жайлау шіркін, жатқан бір шөбі жайқалып, өрістен мама сиырлар қайтар найқалып, шар саулықтарың жайлаудың салқан түнінде мекіреніп қойып, жататын күйіс қайтарып, құлағын тігіп шөп басы сыбдыр еткенге, жылқылар анау тұрады мүлгіп тепсеңде, тек жетім құлын бауырына қып байталдың алыстан талып, байғыздың үні жеткенге, үкінің көзін ұялтқан сүттей жарық түн, жылқы жусатқан тыныштығыңа зарықпын, қара қосымның жыртығын жамап жұлдыздар жасаған ей, нағаметіңе қарықпын. Жалбызды сайдың саумалы түн-ай, жалғанда өзегім аңқып, өзгеге шөлім қанған ба, соп суық бұлақ жарқырап ағып жатады сап салқын айдың сәулесі тоңған аңғарда. Ақшағи бұлттар Алтайдың асқар тауында, мөп мөлдір өмір мөрленіп қаптау жадымда, кең дүниенің керле жұтқан самалын, жайлаудың сол бір баянсыз рақат шағында. Тамаша. Аға, осы ақынға керек ақыл көп, асаулық керек аздаған дейді ғой Серік Ақсанқаралы. Жақсы ақын болып қалыптасу үшін адамға не керек? Ақын айттық қой жаңағындай, өзі табиғатымен келеді, минезімен келеді. Жаңағы асаулық кезде керек аздаған деп Қадыр ағамыздың айтып отыруының да себебі ол шынайы да болмыстық. Болмыстың өз Шақанов ағамыз айтады ғой, шындығын жоғалтып алғандар ақын емес деп. Рас қой. Бұл жерде шындық мәселесі, ақиқат мәселесі деген бір өз алдына бөлек дүниелер. Дегенмен кез келген нәрсе өзі мақсаты болады екен. Енді ақында өлең жазғанда мен осы мақсатқа жетейін деп кәдімгі отырып алып жазбаса да, Абай айтты ғой өзі. Мен жазбаймын өлең дермек үшін, жоқ барды ертегін термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін деп сөйтіп жазып еді. Сол көкірегі сезімді тіл орамды жастар әлі сол неғып жүр. Сол Абайды айтады, жастар емес, бүкіл әлем Абайды әлі де талдайтын, әлі де талқылайтын дүниесі көп. Өйткені көкірегі сезімді дейді, біліп алсын, оқып алсын, тіл орамды дейді, ол біреуге айтсын дейді. Тіл орамды, неге тіл орамды? Жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл бір нәрсе. Мен бір ұққаным бар. Өзі Абайдың сөзі бар тағы да. Көп нәрсе жоқ, адамның кісінің кісілігі дейді да. Кісінің кісілігі істі аяқтағаннан емес, бастағаннан дейді. Соны Қадыр Мырзалиев ағамыз айтады, мен осы сөзді түсінбеймін, дұрыс бастап кейін аяқтамаса несі не деп оны. Мысалы, бірақ мен осы сөзді түсінемін. Себебі Абай сөйтіп жазды. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін деді. Сол өлең өміршең қалды да. Оның ниеті жазғандағы несі бәрі айқында. Одан кейін алаштықтарды айтыңыз. Өлең жазсын, күн сөнгенше сөнбейміз деп, өрмелеп шығып күн болам деп. Немесе Жүсіпбек Аймауытовтар мысалы, ұлтты сүю, Мағжанды айтыңыз. Олардың өлеңіне келмейді. Олардың мақалалары неге өміршең? Өйткені олар мына жазып отырған дүниесі үшін ертең мақталам деп жазған жоқ, сотталатынын біліп отырып жазды. Олардың ниетінде соны жеткізу болды. Оның арғы ниеті өте күшті, солай болды. Ал одан бері қарай келіңіз. Одан бері қарай келіңіз, Совет үкіметі тұсында, Кеңес үкіметі тұсында қаншама адамдар Лениндік сыйлықты аламыз деп жазды. Комсомолды аламыз деп жазды. Алды бәрі. Құдай тағала қайсына жетем десе содан жетті де, жеткеннен кейін ары қарай жоқ енді, болды енді. Ол құлақ болды енді, ары қарай жоқ. Ал сол кездегі Мұқағалилар мысалы. Ол Мұқағали сол кезде менің үй берсін маған деп жазса, маған атақ керек деп жазса, мені мақтасын деп жазса, бүкіл жаңағы баспаның редакторлары отырғанда, журналдың, газеттің редакторлары отырғанда, үй беретін комиссияның адамдар отырған кезде келіп өңкей шіріктердің тізілуін деп айта ма? Айтпайды. Ол Мұқағали жаңағы тура өз айтқандайын, сыбызғыдай сызылтып азал үнін, өкпөк желі соққанда қазалының, есігін аш, енді кет тосырқама қазалының, кез келген қазағының деп өз айтқандай, Мұқағали сол аңқылдағы ақ жүрегімен кез келген қазақтың үйіне кіріп кетті да қазір. Кез келген қазақтың үйіне кіріп кетті. Бұл ақынның жаны, бұл шынайылығы. Не үшін жазып отқан? Мақтан үшін ба? Мақтайды әрине.
Абайды мақтады ма? Абайды мақтағанды қойып сабады. Алаштықтарды мақтады ма? Алаштықтарды даттады, соттады, атты, қырды, өлтірді, жойды. Мұқағалиды не істеді? Мен әкім Тарази ағамен сөйлесіп отырамын ғой. Сол кезде тіптен дейді, Мұқағали арақ іштіру үшін кезекке тұратын адамдар болды дейді, арнайы түрде. Жоспарлы түрде. Неге жазушылар одағында сол кезде адамдар көп болды деп сұрайтын болсаң, ол кезде көбісі жаңағы бақылауға келген адамдар 1-2 әңгіме пост жазып қойып, соның ішінде ақын жазушыларды бақылап жүреді. Сондай жағдайлар болды дейді. Сонда мен енді мақтағанды тікелей барлығын жоққа шығарып отырған жоқпын. Бірақ өзің не іздесең соған жетесің. Алла Тағала не іздесең соны береді. Ұзақ неге мына бүгін мына оқырманым не деп қалады екен, анау бүйтіп қалам екен, мынадан сын айтып қоям екен, бірдеме екен, қорқақ әйтеуір бір ненің ыңғайына қарасаң, сол ыңғай сені, сол ыңғайын табасың солардың. Басты әрекет ете білу керек. Жоқ, солардың ыңғайын табасың да, сол уақыттық болады да. Сол уақыттық ыңғай, сол уақыттық мақтан, уақыттық дүниелер уақытта өзіңнен бұрын өліп қалса жаман ғой. Аға, осы орайда бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар екен, сауалын тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарластыңыз? Танысып отырайық. Астанадан хабарласып тұрмын. Мен жақсы әңгіме болып жатыр мына жерде. Сол келе жатып естіп Ұларбекті бір сауал қойсам деп едім. Бүгін жақсы әңгіме болып жатыр, бірақ мына Ұларбектің өлеңдерін біраз оқымай жатқаны әңгімеге айналып. Мен жалпы мына Алтай туралы бір өлеңін білуші едім Ұларбектің. Мүмкін болса сол өлеңін оқып берсе деген өтінішіңіз бар. Аха. Рахмет. Ұларбек аға, Алтай туралы өлеңіңіз бар екен. Оқырманымыз сізден сұрап жатырғанына қарағанда өте жақсы, терең мағыналы өлең секілді. Ол да сол табиғаттың жаңағы туып өскен ортаның туындысы ғой. Мен ол өлең кішкене есіме түсіріп алайын қазір, бірақ сол өлеңгі енді балама ретінде деп айтсам болады. Алтайдағы бір бауырымның сөзі ғой. Сәлемдеме дейтін өлең оқып берейін. Қазақ ту сәлемдеме дейтін. Сол Алтайға да қазір есіме түссе оралам, оқып беремін. Ағамның содыр ұлы бар еді, Алтайда қалған ауылда, ерлігін естіп отырам әлі, тілдессем аға бауырға. Мектептен қайтқан батырлар жолда тентектігіне басатын, Қытай балалар қырғиға бақ боп қырылысып кеп жататын. Қырда өскен маған бір тоға бала, төбелес десе түрленер, сол жігіт екен Оспан батырдың рөлін сомдап жүргенер. Өткенде соның бір сөзін естіп, тоқ жүріп өтті денемде, Қазақстанның туы бар шапка ап келсін депті келерде. 4-ші сынып оқитын бала, мың тәтті қиял ойында, келген кеткеннен естіп жүрген ғой қазақтың ел жайында. Қилы да қилы ойларға батам, оңаша жерде отырып мектепте өткен балалық кезді қайта бір бастан кешіріп, қаптаған Қытай балаларымен тең тұрып өмір сүрмекке, көк туды қойып маңдай тұсына айбар қып соны жүрмекке, илеуге түскен инелік сынды, тағдыры көңіл жасытар көк туға қара бұлыған рухы кеңсірік тудай аштар. Өткеніндегі өрлігін айтсам, іштегі шерді қозғайма, ұлы бабалар ұлы қорғанды уыстап тұрған кез қайда. Алдында оның 6 басы бар айдаһар сұлап жатса да жұмыр жүрегі құл болмап еді құдайыңыздан басқаға. Алаңда алаң күй кешем қазір, не болар екен ғұмырың, Қазақстанның туы бар шапка сұратып жүрген құлының. Бәрекелді аға, тамаша. Ұларбек аға, айтыңыз, жалпы осындай поэзия, өлең, жыр шумақтары адамның рухын тазалап, жан дүниесін рухани байытып, тәрбиелей ме адамды? Абай айтады ғой, өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып іштегі шерді жоярсың дейді. Негізі бұл Абай сылдырап өңкөй келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай дейді.
бұл бекер емес. Абай осылай айтса тазалайды ол. Кірлеген жүрек өзі үшін тұра алмас, әсте жуынбай дейді. Тұрағұлдың естелігінде айтады ғой, Абай өлең жазатын кезде дейді, шымырлап көзіне жас келіп, сөйтіп орнынан тұрып, көбірлеп жүріп, үйді айналып, қиналатын еді. Кәдімгідей жаңағы өмірге ұрпақ әкелетін жағдай бастан кешкен хал секілді өлеңнің өзі де солай келетін еді дейді. Ол іштегі жаңағы дүниесі солай толқып шықпаса, енді қазір көп жағдайда біздер бер жағынан тырмалаймыз ғой, қазып бірдеме жазғымыз келіп, іздеп, ананы қармап, мынаны жұлып деген сияқты. Жоқ, ол іштен шыққан дүние болса егер. Және іштен шыққандағы дүниесі ол мақтану немесе мынаның айттай дегізген сияқты дүниелер емес. Таза өзіне, қазақты жақсы көрген, немесе жаны сол бір нәрсені тазалықты іздеген деген сияқты. Сондай ғана дүние тазалай алады. Кез келген өлең, кез келген оқи бер, бәрі тазалайды, бәрі керемет шабыт береді, немесе рухтандырып жібереді деп айта алмаймыз. Осы орайда бізге тағы бір хабарласқан тыңдарман желіде бар екен. Қабылдап көрелік. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш? Саламатсыз ба? Сөйлебелге болған екен. Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңізді айта отырыңыз? Бұл Алматыдан, шақырынан Әнірек Момбайұлы деген азамат. Радио қабылдағышымыздың дауысын бәсеңдетіп қойсақ. Айналайын ұрпақтарымызға шексіз ризамын. Қасиетті қара шаңырақ шалқарға да батан беріп атам. Өйткені нағыз ұлттың болмысын, қаймағын таптырылмайтын дүниені көтеріп жатасыздар. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Қонағыма суыны тілші азаматшаларға бір ұсынысым бар еді, шырақтар. Мына Абай деп айтамыз, Мұхтар деп айтамыз. Сол ұсыныс жөнінде кішкене Абай баба деп айтсақ, құрметпенен, Мұхтарды ағатайымыз деп айтсақ, ол жарастымды болар еді. Өйткені ол Абай біз туғанымыз жоқ ол кісі. 150 жыл өмір сүріп кеткен ұлы бабаларымыз. Солда біз ұсыныс айта едім. Ал жалпы шығармашылық еңбектерін жансын. Шалқарға да ақын азаматымызға тілейтін. Биіктен көрін шырағым, қазақтың нағыз перзенті бол деп тілеймін. Амамызды жарықтарым, Алла разы болсын. Рахмет, Әмірбек мырза, үнемі Шалқар тыңдап жүріңіз. Ұларбек аға, тыңдадыңыз ғой? Ағамыз өте әдемі айтып отыр. Біз кез келген уақытта біздің Абай атамыз деп айтсақ, өте дұрыс болар еді. Абай атамыз, жаңағы Зере әжеміз, Зере деп айтпаймыз ғой, жалпы Зере әжеміз деп айтамыз. Әйтеуір өз тілінде солай енді. Арасында айтылып жатқан болса, шыныменен қалай айтсақ та, басқа ешкімді айтпасақ та Абайды енді, Абай атамыз деп. Әрине, Бұқар жырау бабамыз, Абай атамыз деп. Үнемі осылай қосып айтсақ, біз бұл қазаққа берер өте көп негіз. Бұл жай бір сөз қосып салған дүние емес. Ол Абайға құрмет, олар жағындағы аталарымызға құрмет, ол сөзге құрмет. Осы құрмет бойда болған кезде, соның айналасындағы сөздер бойдан тіріле бастайды. Сол Абай атамыз деп айтқан сөздің өзінде көп нәрсе жатыр. Енді сөз реті Енді адам жаңа ақынның барлық өлеңдері өзінің перзентіндей ғой. Сіздің жаныңызға жақын өлеңдеріңізді тағы бір мәрте оқысаңыз тыңдармандарымыз үшін. Жаңағы жігіт сұраған Алтай туралы өлең. Алтай туралы уәде еткеніміздей. Қыс келе жатқан кезде Алтайды сағынасың. Шегірен етікпен шықырлатып қар басып, жаңағы мал жемдеп, немесе тауында, немесе тасында деген секілді достарымыз бар. Менің өз бір өлеңдерімізге ылғи ортақтасып жүретін Табысбек дейтін, Әлімбек дейтін достарым бар еді бұрын. Осы Алматыда келді ғой барлығы. Осы бір өлең жазсақ, солар ортақтасып, қуанышып, бөлісіп жатамыз. Жіберіп дереу. Соның өлеңнің бірі ғой. Аязына сүңгүйсің айдалада, жылылық бар онда бір ойламаған, тұмсығыңмен жұтасың, топ тұнық бір арқар иісі аңқиды айналаңнан, аяңымен ақ қырау арғымақтың, бедер түсіп жүзіне сан қыраттың, құсбегінің кешкі бір жүзіндей боп батып бара жатады, албырап күн, сезгендейін жымыңдап түн жанары, балғын қыздың балтыры сыздағанын, жас қонаққа жаутаңдап,
бейуақта жалғыз үйдің кірпігі дір қағады, бір қиғылық сезімге жасап өтер, аяз ерін алдымен масаң етер, ай қалам сыбақ төсін аша беріп бұлт үстіне бұралып жата кетер. Енді қалып мүлдемге қамсынудан, ақ жігіттің аймалап тұмсығынан қойшы көріп жатқанын сезбей қалар аппақ етін бұлттардың жыртығынан. Не бір арман күзетті, не бір елес, шолпан туды жас шопан жөніңе көш, ай мүйізді текеңді қасқыр жепті түсіңдегі, айдай қыз тегін емес, ақ соң кетіп ажарлы қасқабақты, алып қашсаң ақ түнді ақтамақты, аппақ қарда жүйткіген ақ қояндай пырағыңды ағызып аққан атты, жүзін өбіп таулардың таңғызғары, уысында ұлпадай балмұздағы, бұрымына күн нұры күміс шашып, бұлаңдайды бұзылмай сәндірғағы, қиялыма сипатып қауырсынын, құшағымда балқиды қарғыздар. Бәрекелді, сонау Алтай өңірінің бүкіл табиғаты, болмыс, тіршілігі көз алдымызға елестеді. Шынымен поэзия адамды рухани тазалыққа, шығармашылық жана идеяларын қалыптастыруына келеді ғой. Ұларбек аға, өзіңіз Алтай өңіріненсіз ғой? Иә. Алтай болғанда осы мына Зайсанның ар жағында, қазір Қытайдың шекарасының ішінде қалған жер ғой сол Алтай. Сол өңірден 2004 жылдары келдім. Сөйтіп 2004 жылдары Алматыға түстім. Қызық болғанда арасында әңгіме ғой, осы ақындық жайында ғой барлығы. Мен шын айтқан кезде Қазақстанға ақындарды сағынып келдім. Себебі ана кішкентай кезімізде мына кириллицамен жазылған бір газеттің қиықтары болса, соны бір кереметтей көріп, енді керемет жаңа Қазақстанның жазуы деп, соны бір керемет құрметпен қарап оқидымыз. Ол математикалық нәрсе болса да әйтеуір. Сонда Мұқағалидың Қаздар қайтып барады деген кітабы қазір естісем 13-ші рет баспадан шығып жатыр екен, жаңағы 10.000 данамен. Не деген сұмдық ол, халықтың санынан да асып бара жатыр десек болады, ол бір кітаптың шығуы. Сол Мұқағалидың өлеңдері, аңызға айналған, жаңағы Шашағарған қыз деген Фаризаның өлеңдері барды. Олардың баураған сұмдық енді бізді. Сосын кейін Тауды тасты жарып Мұхтар Шахановтың Дәуір дастандар деген несі барды. Сол бір кітап біреуде Қазақстандағы ақынның кітабы бар екен десек, біз бір ауылдан бір ауылға баратымыз жаяулап. Тіпті мына айтыстың өзінде де кезінде дискімен тарады ғой сол жаққа. Тәуелсіздікті мынау 2000 жылдар әсіресе. Оразалы мен Айнұр Тұрсынбаеваның айтысы Шағынқол деген ауылда бар екен дегенге, мен өзімнің ауылымнан бір 4-5 сағат жүретін жерге соны іздеп барып, соны көріп, сол жерден қайтып кеткен. Ол бермейді маған тағынан. Көшіріп алатындай ол кезде бір техниканың несі жоқ. Сондай болатында. Сөйтіп енді шіркін осы жүрген жерлермен мынау барып шіркін кездесіп деген сияқты қалай болады деп өзіміздің өлеңімізді еліктедік, өзіміз еліктеп, олар туралы ештеңені қоймай оқыдық. Не көрінді, ештеңесін Қазақстан несі туралы көзімізге түскеннің оқымай қалғаным жоқ, мен өзім айтайын. Орамал деген кітап бар, Қазақстанның көп жазушыларының нелері, жаңа әңгімелер енген. Сол Оралхан Бөкеевті жастанып жатып, енді жатқа білеміз десек болады көп дүниелерін. Сөйтіп келдім, Алматыдан түскенде жаңа досым қарсы алып алды, Табысбек деген. Мұқағалидың көшесімен жүрейікші деймін ғой, ана неге түсіп. Келгендегі хикая, тарихтардың бәрі бөлек нәрсе. Сөйтіп Мұқағали көшесімен жүртті, Мұқағалидың ескерткішін алып келді бірден. Сонда мен бір қызық айтайын. Ескерткішті көргенде мен Мұқағалидан алыстап қалдым. Ол бір бөлек, өз алдына бөлек, Қазақстанда туған, сөйтіп өлген, сөйтіп жүрген, ол кеткен, сөйтіп мына мүсіні мынандай, тұр деген сияқты нәрсе. Сонда мен ойлаймын, сонда Мұқағалиды кәдімгі өте өзіме жақын сырлас қылған екен. Сырлас болғанда өлеңдерін оқығаннан кейін бүкіл өлеңін оқыдым. Біраз өлең жатқа білемін. Сөйтіп жаңағы ананы көрген кезде мен өзімнен бөлек адам екен ғой деген сөзді дұрыс емес сөз ғой, негізі ол бөлек адам ғой шынында. Бірақ өте етен екен де сонда. Сөйтіп шындығын айтқан кезде әрине ата жұрттың, тәуелсіздіктің ұғымы басқа ғой, үлкен ғой. Біз мектепте 6-7 класс оқып жүрген кезде өзіміз ұйым құрдық, қызық болғанда. Осылай кететін деген сияқты. Бірақ қалай дегенмен де сол ақындардың деген сағыныш, ақындарға деген құрмет. Енді өзім басымырақ дейсіз. Ақын болғаннан кейін соны мен ақындарды іздеп келдім деп айтсам. Бәрекелді. Ағай, бізге хабарласқан осы орайда тағы бір тыңдарманымыз бар екен, уақытымыз тапшы. Қысқа ғана қайырсақ.
Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Алло, ассалаумалейкум, Уларбек. Уалейкумассалам. Алтайдың ағиығы Уларбек қалың қалай? Шүкір ал. Алматыдан хабарласып тұрған нелерінің бірі Бекен Қалымбекұлы деген жігіт. Иә, Беке, иә. Мына мен осындай біздің бауырларымыздың, біздің Өркерейдің ұрпағының сіздер құсап ата жұрттың аспанында әуелетіп жүргеніне бүкіл қазақ мақтаныш тұтамыз. Және сонымен қоса сіздерменен бүкіл қазаққа тілек тілейміз. Сіздер арқылы біз бүкіл қазақтың рухын оятуға, бүкіл қазақты, қазақи менталитет қалыптастыруға сіздердің идеологияларыңыз арқылы жол тастаймыз. Сонымен қоса мына өзіңіз білесіз, Қазақстанға келген сол бір дәуірдің 2000 мен 2005 жылдардың 90-80% жаңағы мұғалім болып, өзің сияқты ақын болып, сөйтіп жұмыс істеп жатыр. Ал мына соңғы келгендердің адамның идеологиясының әлсіреуіне байланысты ол саладан алыстап тәрбие саласынан солай кетті. Енді соның негізінде мен айтатын едім, өзіңнің идеяңызда мына Қазақстан қазағының жергілікті әсіресе орысқа қарай бет бұрып тұратын, орыс десе ішкенасын жерге қоятын, орысты атасындай көретін, орысты бір мықты көретін қазақтарымызменен ана Оспан Батырмен бірге Қытайда егемендік алысын соғысқан Өркерейдің рухының арасындағы айырмашылық туралы қалай ойлайтын едіңіз? Осы туралы бір ойыңызды бүкіл халыққа паш етсеңіз. Рахмет аға. Біріншіден жаңағы салттағы айырмашылықтар кейбір болмыстағы деп жатыр ғой. Шын айтқан кезде мен былай айтам. Бұл әсіресе өзіміз жақтан келген кісілерге айтам мен. Бұл шын айтқан кезде біз осында келдік, ортасында көпір боламыз. Шын айтам. Біз келгелі 10 жыл болды. Мына халықтың басына түскен ауыртпашылықты айтсаңыз жаныңыз түршігеді. Арғысын айтпай қойып 16 жылға патшаға жаңағы әскер жинау деген сияқты 23 жылға көтеріліс, 28 жылға көтеріліс, 29 жылдардағы жаңағы нелер, жаңағы сырттан келіп жатқан, ағылып жатқан кірмелер 31-32-дегі қырғын халықтың тең жартысын қырып әкеткен, жоқ қылып жіберген. Одан кейінгі қуғын сүргін халықтың қаймағын бетіне шығарып, қалқып алып, соларды аты із-тозсыз жоғалтып көміп тастаған. Сөйтіп сылдыраған су қалды ғой тіпті халық. Сол халық сылдыраған су қалған кезде соғыс келді 40-шы жылдар. Ал сонда арбаның жаңағы доңғалағынан бой асқан еркектің бәрі соғысқа кетті. Дулат Исабек көкеміз айтқандай, қазақтың ала сиыры да соғысқа кетті. Бүкіл дүниесі. Әйелдер қалды. Сұмдық қой енді осындай қырғын. Сөйтіп 56 жылдар дейді, тіптен жаңағы машинаның ішінде, автобустың ішінде қазақша сөйлеген кезде тілімізде тістеуікпен бұраған. Кей кезде жаңағы сүтке тиген күшікті қылып желкемізден алып лақтырып жіберді далаға дейді. Сол аралық, сосын кейін 86 жылға дейін аз ғана тыныштық. Өзі сондай қырылған, сондай не көрген халық 86 жылғы, мен 45 жылғы соғыстан кейінгі аз аралықта бел көтерген қазақтың жастары кеңестің іргесін шайқап жіберді ғой. Сөгілтіп жіберді ғой. Не деген 21 жастағы Қайрат, 21 жастағы деген бала ғой. Қайрат деген атың бар, қазақ деген затың бар. Еркек тоқты құрбандық атам десең атыңдар деген. Оңай дүние емес. Негізі Қадыр Мырзалиев айтады. Қадыр Мырзалиев. Кеңес үкіметі кезінде соңғы 70-лықта Сталиннің орыстандыру саясаты кезінде 100 ұлт жойылып кетті дейді. Соңғы 100 жылдықта 97 ұлт жойылып кетті дейді. 97 ұлт. Соның ішінен қазақ аман қалған. Неге аман қалды? Қалай аман қалды? Оның бойындағы иммунитет. Орысқа қыз бермейді, неге кәпір дейді. Анау семейлерде, өскемендерде болған оқиғалар ғой. Шалдарды бір жағына ор қазып қойып, көр қазып қойып, бір жағына крест қойып, мынаған крестке шоқын әйтпесе ат тастаймыз деген кезде, онсыз да өлетін жан жаңағы шоқынып өлгенше, кәпір болып өлгенше көрге ат таста деген шалдардың қыңырайған мойнын мылтықта түзете алған жоқ. Сондай күйді кешті да бұл халық бастан. Ал Қытайдағы қазақ бұл жаңа шекесі шылқып жаттық деп айта алмаймыз. О жақтағы қуғын көрген, оның алдындағы анау Алтайдан Анадолыға дейін ерігі басқан жоқ ол жақтағы күш. Ол сұмдық дүние, ол әлем тарихында болмаған сұмдық нәрселер ол. Гималайда асып, жаяу жалпы деген секілді.
Ал одан кейінгі жаңағы Оспанның, Ақыттың жаңағы бас алынуы, одан бергі зорлық, қазіргі қысым деген сияқты. Сонда Құдай сақтасын, мұндай күн басқа келмесін. Бізге шындығын айтқан кезде соңғы аз жылда Қытайда 10 жылда қаттырақ қысып, жаңағы қытайландыруды жүргізіп жүрген кезде қазір атасы баласын танымай қалды. Қытай болып кетті. Не істейсің? Сонда біз жайлап келе жатырмыз. Жаңағы біз өзі ұлтқа, бірдемеге, анаған мынаған деген сияқты қазақ дейді, бірігуден біріктіргісі келгендерден бөлгісі келетіндер көп қазақ. Іште де, сыртта да. Жаңағы бауырыма да, жаңағы досыма да айтар едім, мен жаңағы Алтайда өскен жаңағы өргерей не деп айтып отырмын. Жарайды, енді айтсын, бірақ ол бір мынандай эфирге шығарып, оны жаңағы бір билікке бір талқылап, және оны бір жаңағы ұлттық мәселе ретінде қалай есеп қой, тіптен бөлек тақырып дейсіз ғой. Оңғайсыз ол. Мен оны осы жерде отырса да айтамын, дастархан басында да отырса айтамын. Біз қазақтың бір нәрсе жаманы болса, қазақпыз ғой дей саламыз да, ал бір жақсы не болса, яна өргерей бірдеме деген сияқты, немесе анау мындай арғын мықты адай деген сияқты шыға келеміз де, жақсы нәрсе ұруға тағып, жаман нәрсені ұлтқа таңатын сұмдық нәрсе негізі ол. Ұларбек аға, бізге берген уақытта өз мәресіне жетуге таяп қалған екен. Осы бізді тыңдап отырған тыңдармандарға, бүкіл қазақ еліне, қазақ жастарына әдемі тілегіңізді жеткізсеңіз. Мен бір өлеңімде бір жол бар еді, әлі соларға құтыра алмай келем мен дала, жатқа сайрап жатқан даңқымды деп. Қазақтың даласын, даңқын өзі даласы жатқа сайрап жатыр негізі. Ей, мына басып алғам не жер, мынау сенің аталарың мына жерді қуып шыққан менен, мынаны өстіп еленген. Бұл тегіннен тегін жатқан жоқпын мен. Қанына келген, олардың парасатына келген, Алла тағала олардың ниетіне, тілегіне, олардың жанына, болмысына, бүкіл несіне берілген дүние мынау дұғасына деп жатыр да. Маған қазақтың қадірін білу, өзі шын айтқан кезде мен ұлттық киіммен жүрем көбінде. Біреулер күледі, соны сен концертке баратсың ба деген сияқты бірдеме. Біреулер жақтырмайтын шығар, біреулер о дейді, жақсы дейді. Мен қалай болсам да, кім не десе мен өзім рахаттанып жүрем. Мен соның қадірін білем, шын айтқан кезде. Сол қазақтың қадірін білсе, әркім өзін-өзі бақытты санай бастайды. Өзі қазақпыз ғой, сондықтан қазақтарға айтады болады. Өзіңді бақытты қылу үшін ақ сен қазақтың қадірін ұғына түсші, қазақтың қадірін біле түсші, ар жағындағы дүниесін оқи түсші. Шын айтқан кезде, кеше ғана тек көшпенді болды, бір техникадан бірдеңеден алыс деген болмаса, техника деген болмысқа айырбастай салатын нәрсе емес ол. Болмыс деген ұзақ тарихтан келе жатқан ұлы нәрсе де, ұлы келешекке баратын. Техника деген міне бүгін Жапонда бар, ертең Қытайда бар, бірдеңе келіп жатқан дүниелер ғой. Игерген дұрыс, пайдаланған дұрыс, ол өз алдына бөлек әңгіме, бірақ жаныңды, болмысыңды, бүкіл неңді оған айырбастап жүруге келетін дүние емес ол. Сондықтан әр қазақтың қадірін білсе екен деймін. Тілегім де сіздердің осындай бағдарламаларыңызға шақырып, осындай әңгіме айтуға мүмкіндік бергендеріңізге де өте үлкен рахмет айтам. Шығармашылық табыс тілеймін. Абай айтады ғой, мағзұлымға жаның ашып ішін күйсін, қара кеткіл пайдасы көпке тисін, көптің қамын әуелде тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Болды, сен қазаққа өзі айтады, жаның ашып ішін күйсін алдымен дейді. Рас қой. Содан кейін қара кеткіл дейді. Өзіңнің басың емес, қара кеткіл пайдасы көпке тисін дейді оны. Содан кейін көптің қамын әуелде тәңір ойлаған, сен не болып келді деп быжылдап не қылайсың ғой. Мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін, сен сол қазақты сүйші өзі. Содан кейін сені Алла тағала сүйеді. Ал Алла сүйген адамдармен бар. Болды, осы айналып келген кезде күн демей, түн демей, жалақым аз демей, қазаққа қандай жерде қызмет істеп жүрсең егер, осы Абайдың бір шумағын арқау ету керек. Болды, жетеді, басқа ештеңені мен өзім солай ойлаймын, солай істеймін және. Рахмет Ұларбек аға, көп алғысымызды білдіреміз. Ардақты ағайын, сіздер Ұшқын жастар бағдарламасынан ақын Казайт.kz сайтының бас редакторы Ұларбек Нұрғалымұлымен жүргізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ұларбек аға, шығармашылығыңызбен бөлісіп тағылым тақырыпта ой өрбіткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Салиқалы ойыңыз жазылған ұлттың айнасы болар жазбаларыңыз көбейе берсін, шығармашылық өрлеу тілейміз. Оқырман іздеп оқитын төл туындарыңыз еселене берсін дейміз. Құлағын шалқарға түрген тыңдармандарымызға да алғыс білдіреміз. Ұлттың ұлылығын насихаттап, болмысын дәріптейтін ұлттық радиодан алыстамаңыздар ағайын. Рахмет.